Сәлем! Бүгін біздің ғаламшарымыз жердің неден құралғанын талдауға тырысып көрейік. Сонымен бастайық. Біз картаға көз салғанда алдымен ғаламшарымызды теңіздер мен көлдер, сонымен қатар жер қыртысының ірі массивтері алып жатқанын байқай аламыз. Олар құрлықтар деп аталады. Жер бетінде 6 құрлық бар. Олар Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Африка, Антарктида, Австралия және Еуразия. Біздің еліміз Қазақстан Еуразия құрлығында орналасқан. Еуразия. Айтпақшы, Еуразия жер бетіндегі ең үлкен құрлық. Оның ауданы 54 миллион шаршы шақырымды құрайды. Мұнда жер бетіндегі халықтың ең көп мөлшері қоныстанған. Жалпы саны 5 миллиардтан артық. Мұнда әлемнің 90-нан астам мемлекеті орналасқан. Аталған құрлықта жер бетіндегі ең биік тау Гималай орналасқан. Бұл таудың биіктігі ең биік нүктесінде теңіз деңгейінен 8848 метрді құрайды. Мұнда жер бетіндегі ең үлкен тұйық су қоймасы Каспий теңізі, ең терең көл Байкал көлі орналасқан. Құрлықтың жануарлар дүниесі әр алуан. Материкті қоныстанған аю, қоян, түлкілердің әдеттегі түрлерінен бастап, үлкен панда секілді айрықша түрдегі жануарлар да кездеседі. Еуразия барлық 4 мұхитпен шайылатын жалғыз құрлық. Африка. Африка ауданы жағынан Еуразиядан кейінгі екінші орында. Ауданы шамамен 30 миллион шаршы метрге жуық. Бұл жер бетіндегі ең жылы құрлық. Африка халқының саны 1 миллиард 300 мың адамды құрайды. Бұл құрлықта 60-тан астам мемлекет орналасқан. Жер бетіндегі ең ірі шөл Сахара осында орналасқан. Африканың саваннасынан басқа ешбір жерде піл, сусыйыр, мүйіз тұмсық, енеке, арыстан, қабылан, керік және шибөрі секілді ірі аңдар көп кездеспейді. Айтпақшы, көптеген ғалымдардың пікірінше алғашқы адам Африкада пайда болып, кейін ғаламшардың басқа құрлықтарына қоныстанған. Солтүстік Америка. Жер көлемі бойынша Еуразия мен Африкадан кейін үшінші орында Солтүстік Америка орналасқан. Бұл құрлықтың жалпы ауданы 24 миллион шаршы шақырым. Аталған құрлықта небәрі 3 мемлекет – Канада, Америка құрама штаттары және Мексика орналасқан. Солтүстік Американың халық саны 600 миллион адам. Мұнда дүние жүзіндегі ең биік ағаш секвойя өседі. Бұл көне ағаштың биіктігі кейде 150 метрге дейін жетеді. Осы құрлықта жер бетіндегі ең үлкен шатқал орналасқан. Оңтүстік Америка. Жер көлемі бойынша 4-ші орында Оңтүстік Америка құрлығы. Бұл құрлық ылғалдылығы бойынша жер бетіндегі ең ылғалды аумақ болып табылады. Құрлықтың ауданы 18 миллион шаршы шақырымға жуық. Оңтүстік Американың халқы 430 миллион адамды құрайды. Құрлықта орналасқан ең ірі мемлекет Бразилия. Мұнда құрлық халқының жартысына жуығы тұрады. Сонымен қатар Оңтүстік Америкада әлемдегі ең биік сарқырама Анхель орналасқан. Анхельдің биіктігі 979 метрге тең. Сонымен қатар ең ыстық шөл Атакамада осында орналасқан. Мұнда 400 жылдан артық уақыт жауын жаумаған. Австралия. Біздің ғаламшарымыздағы ең кіші құрлық болып табылады. Оның ауданы 7,5 миллион шаршы шақырымға тең. Бұл шын мәнінде аз да емес. Мысалы, оның аумағына біздің Қазақстан секілді 3 ірі мемлекет сыйып кетереді. Ең қызығы, Австралия құрлықты толықтай алып жатқан мемлекет болып табылады. Австралияның халқының саны 26 миллион адам. Бұл осындай алып аумақ үшін өте аз. Құрлықтың өзіне тән ерекшелігі, мұнда басқа еш жерде кездеспейтін аңдар, коала, Тасмания ібілісі және Австралияның символы болып саналатын кенгуру мекен етеді. Антарктида. Біздің ғаламшардағы 6-шы ең суық құрлық. Бұл құрлықты тұтастай мұз басқан. Антарктиданың ауданы 14 миллион шаршы шақырымға тең. Бұл құрлықтың өте суық болуына байланысты мұнда халық қоныстанбаған. Антарктидада жер бетіндегі ең төмен температура тіркелген. Мұнда 1983 жылы 89 градус нөлден төмен температура байқалған. Сонымен қатар бұл жауын жаумайтын жалғыз құрлық болып табылады. Антарктиданың мұз жабынында ғаламшардағы тұщы су қорының 80%-ға жуығы жинақталған. Ол толықтай еритін болса, дүние жүзілік мұхиттың деңгейі 60 метрге дейін артады.
Жер бетіндегі басқа құрлықтармен салыстырғанда Антарктидада жануарлар өте аз. Мұнда тек пингвиндер және итбалықтар тіршілік етеді. Міне, сіздер мен біздің ғаламшарымыз осындай. Ал достар, келесі кездескенше сау болыңыздар.